Қазақ деген халқымыздың жердің қатпарларының астында жатқан қаншама есесі бар, қаншама тарихы бар. Соның бәрі жердің бетіне шыққанда бүгінгі ұрпақтардың көзіне жас, жанына мұң ұялайтыны хақ. Өйткені неше замандардан бері жадыны сүрту, тарихты жоқ қылу, бізді болмаған аспаннан түскендей қылып көрсеткен бұрынғы идеологияның арқасында көп нәрсені жоғалтып, көп нәрсе есімізден шыққандығы өкінішті. Құдайға шүкір, енді бәрі орын-орнына келіп жатыр. Өйткені адамзат тарихында таптап тастайтын, өршіп тастайтын ештеңе болмауға керек. Бір Алланың әмірімен міне Сарайшық қаласының орнына келіп, көңілімізді әртүрлі алабұртқан сезімдерге бөлетіп отырмыз. Енді оны Сарайшық қаласының біразын жайық шайып кетсе, біразын жан-жағымыздағы біздерге онша жақсы дос емес елдер жоқ қолайындай жағдайға жеткенін көріп, көзіме жас келеді. Ал енді мынаны жасап отқан қызметкерлер айналайын осы музейдің өте бір үлкен махаббатпенен, біріңгірлікпенен көп нәрсені бізге айтып, көзімізді ашып, намысымызды оятып, шүкірлік еткізді. Аман болсын, музейдің қызметкерлеріне көп табыс тілеймін. Келген қонақтарға құшақтарында жайып, біздің бұрынғы тарихымыз жайында, өткен кеткеніміз жайында, Алтын Орда жайында, Қасым хан жайында, Батый хан жайында, осы елдің ел болу кезіндегі ат дегенде алғашқы тұлғаларымыздың, алғашқы хандарымыздың елдің елдігін сақтауда ұлан ғайыр еңбегін ұмыттырмай арсыздан арсызға жеткізуге қызмет ете беріңдер айналайын. Бақыт тілеймін, табыс тілеймін. Осының бәрін жасаған азаматтарға рахмет. Басымыз дейін рахмет айтамыз.